2015 жылы Біріккен Ұлттар ұйымы Бас Ассамблеясы 2030 жылға дейінгі тұрақты даму күн тәртібін бекітті. 193 мемлекет адамдардың әл-ауқатын, экономиканы және қоршаған ортаны жақсартуға бағытталған 17 мақсатқа міндеттенді. Жеткен жетістіктерді талдау және тұрақты даму мақсаттарын жүзеге асырудағы сын-қатерлерді анықтау мақсатында елдер жаһандық күн тәртібін жүзеге асырудағы үдеріс жайында ерікті ұлттық шолуды ұсынады. 2019 жылы Қазақстан өзінің бірінші ерікті ұлттық шолуын ұсынып, өзінің тұрақты даму мақсаттарына қол жеткізуге деген бейілділігін растады. 2022 жылы Біріккен Ұлттар ұйымы даму бағдарламасының қолдауымен Қазақстан екінші ерікті ұлттық шолуын дайындау бойынша ұлттық консультацияларды өткізді. Елімізде тұрақты даму мақсаттарын жүзеге асырудағы басым бағыттарын анықтау мақсатында еліміздің 17 өңірінде іс-шаралар ұйымдастырылды. Кездесулерге мемлекеттік органдардың, бизнес құрылымдарының, ғылыми ортаның, азаматтық қоғамның, халықаралық ұйымдардың, жастар мен әйелдер қауымдастығының 2500-ден астам өкілдері қатысты. Ешкімді шетте қалдырмау ұлттық консультациялардың басты қағидасы ретінде айқындалды. Қатысушылардың дауыс беру нәтижелері негізінде келесі өзекті тұрақты даму мақсаттары анықталды. Кедейлікті жою, жақсы денсаулық және әл-ауқат, сапалы білім беру, гендерлік теңдік, таза су және санитария, лайықты жұмыс орындары мен экономикалық өсім. Ерікті ұлттық шолу 2022 жылдың шілдесінде Нью-Йоркте өтетін жоғары деңгейдегі саяси форумда ұсынылады.